Армағайын, эфирде жаңалықтар легі. Айтпасқа шарам жоқ. Күйеуім машина алғалы бері елеусіз көліктің көлеңкесінде қалдық. Себебі маған көрсетпеген қамқорлығын машинасына көрсетеді. Тіпті әр сықырынан қай жері бұзылып тұрғанын біле қояды. Неге менің жанымды солай түсінбейді? Күйеуімді менің қартайып бара жатқаным емес, машинасының ескіргені уайымдатады. Себебі бағасы түсіп кетеме деп қорқады. Сонда менің бағам не болмақ? Бірақ мойындау керек, по факту машинасынан менің қалың малым 14 есе аз. Дегенмен машинасына қарағанда менің еңбегім 100 есе көп. Үйдегі тірлігім аздай, арасында парковщик, мойщик, пистолетчик, тіпті зеркало заднего вида болам. Бір өкініштісі, сол үшін көп тиын да бермейді. Менен гөрі заправкадегі терезе жуатын мужиктарға жүрегі елжіреп 100 теңге бергені ол үшін әлдеқайда приятно. Мен уже Дидарға таңда не мен, не машина деуге қорқам. Себебі алатын жауабымды білем. Қымбатты ерлер қауымы, ар жақта машинаңа қалай қарадың деп емес, әйеліңе қалай қарадың деп сұралатындарыңызды ұмытпаңыздар. Бақдәулет Колесниченко, Михаил Көпжасаров, Жансай Мұратбекқызы, арнайы хабар арнасы үшін. 95 құйғызам ғой,